Бәріңізге сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге творожный чизкейктің ең сәтті рецептімен бөлісемін. Ортасының барлығы осылай дұрыс піседі. Сіздерге видеом ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық керек құрамдардың грамдарын описаниеға жазып қалдырдым. Ыдысқа алдымен жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз және осындай бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды саламыз. Май қатты болып тұрса, кішкене бөліктерге бөліп, оны ертіп алсаңыздар болады. Үшеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнға қамыр қопыстықышты қосамыз және екеуін өзара араластырамыз. Ұнды бірден салмаймыз, 3 бөле отыра саламыз. Барлық ұнды салып болғаннан кейін қолмен жақсылап қамыр илейміз. Начинкасы дайын болғанша бұны салафанға орап, холодильникке жібереміз. Начинкасын жасау өте оңай, барлық керек ингредиенттерді саламыз және барлығын бір рет миксерлеп аламыз. Бізде осындай сұйық масса пайда болды. Менің формам 22 диаметр, енді осыған жайып шығамыз. Жан жағына бортик жасаймыз. Осындай силиконовый лопатканың көмегімен тегістеп шықсақ болады, сол кезде барлығы тегіс болады. Тестаның ішіне начинкасын құямыз, менде кішкене артылып қалды. Үстіне өзіңіз қалаған кез келген жемісті қойсаңыздар болады, не болмаса мүлдем қоймауға да болады. 150 градуста 1 сағат пісіреміз. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Мен осындай бірнеше бөліктерге бөліп қойдым. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің ойларыңыздан шығады деген ойдамын.